Бүгін мен сіздерге магистрлік диссертациям аясында жүргізген жүйенің қалай жұмыс істейтінін көрсетемін. Яғни менің тақырыбым электрондық құжат айналымы жүйесіне машиналық оқытуды енгізу. Бұл веб-қосымша Python тілімен Django фреймворкі негізінде жасалған. Жүйенің негізгі мақсаты электрондық құжаттарды автоматты түрде өңдеу, сақтау, классификациялау және талдау. Сонымен қатар жүйеде машиналық оқыту алгоритмдері арқылы құжаттың тілі мен тақырыбы автоматты түрде анықталады. Ең бірінші қадам бұл бізде VirtualBox серверлік ортаны іске қосу болып табылады. Жүйе біздің жасалған жүйе VirtualBox ішіндегі Ubuntu Linux жүйесінде орнатылған. Ең алдымен біз виртуалдық жүйені іске асыратын боламыз. Яғни мына жерде показатель виртуалдық машинамыз жұмыс жасап тұр. Енді осының ішінде біз командалық строка арқылы біз өзіміздің жобамызды, серверімізді қосатын боламыз. Яғни бізде сервер осы адреспен сақталған. Енді күтеміз. Біздің серверіміз іске қосылды. Енді жұмыс үстеліне браузерге кіреміз. Бұл жерде менде алдын ала дайындалып тұр. Яғни DCR деп аталады. Яғни бұл құжаттарды басқарудың болашағы деп қойылған. Бізде жүйеге кіру және рөлдер бөлу. Жүйеде екі негізгі рөл бар, ол қарапайым қолданушы және әкімші. Біз қазір қолданушы рөлімен құпия сөз арқылы кіреміз. Қолданушы өз профилін қойып, жеке ақпаратын өздері салады. Яғни бізде қолданушы айна құпия сөзді енгіземіз. Жүйеге кірдік. Бізде жүйе басты бет, құжат жүктеу, бекіту тізімдері және талдаудан тұрады. Ең алдымен біз басты бетте көріп отырғандарымыздай, бұл жерде жүктелген құжаттардың тізімі тұр, яғни ID бар құжаттардың, құжат аты, қандай бөлімінде жүктелген құжаттар, қай күні жүктелген, яғни статусы, яғни қайтарылды немесе қаралуда, сол көрсетілген. Енді біз осы жүйеде жұмысымызды жүзеге асыру үшін ең алдымен бірінші қадам бұл құжатты жүктейміз. Қолданушы жүйеге кіргеннен кейін PDF форматындағы құжатты жүктейді. Жүктелген құжат серверге сақталып, оған бірегей ID және жүктеу уақыты автотіркелетін болады. Құжат жүктеу үшін бізде басты осы арнайы интерфейс қолданады. Жүктеу бізде екі тәсілмен жүзеге асады, яғни автоматты бағыттау және қолмен бағыттау. Егер қолмен жүктелу керек болса, қолданушы құжатты өзі жүктеп, категорияны және қай бөлімге бағытталатынын өзі таңдайды. Ал автоматты жүктеуді басатын болсақ, құжат серверге жіберіліп, жүйе машиналық оқыту моделі арқылы мазмұнын автоматты түрде өңдейді. Енді бір құжатты жүктеп көрейік. Құжатымыз алдын ала дайындалған болатын. Документ бөлімінде, мысалы, кадр бөлімінде бір құжатты алайық. Құжаттың аты бізде жұмысқа қабылдау туралы өтініш.
автоматты бағытталғанда бұл құжатымыз осы таңдалған категорияға бағытталу керек. Егер бізде қолмен бағыттайтын болсақ, бұл жерде біз өзіміздің категорияны таңдайтын боламыз. Мысалға, қолмен бағыттасақ, кадр бөліміне кету керек. Автоматты бағыттайтын болсақ, ол мына құжат қайда бару керек, сол бөлмеге баратын болады. Ендігі құжатты жүктейтін боламыз. Бізде құжат жүктелу үстінде басты бетте көріп отырғандарыңыздай жұмысқа қабылдау туралы өтініш кадр бөліміне кетті. Яғни бізде статус әлі қаралуда. Енді осы құжатты бекітілу тізімдеріне біз ID номері арқылы қарайтын боламыз. Яғни бізде ID номер 18, документтің ID номерін енгіземіз. Іздеу. Яғни бізде жұмысқа қабылдау туралы өтініш статус қаралуда. Егер де осы құжатты біз ашып қараймыз. Мысалы, бұл жерде компанияның HR қызметінің басшысына, яғни аналитик лауазымының кандидатына құжат жіберілген. Яғни бұл сіздің кәсіпорныңызда директор аналитигі лауазымына кандидатура қарастыру туралы кадр бөліміне жіберілген бұл құжат. Егер осы құжатта өзгерту керек жерлері болса, біз құжатты қайтаратын боламыз. Яғни осы бекітілу тізімдеріне кіреміз, құжаттың ID номерін енгізіп, іздейміз. Статус қаралуда. Егер де дұрыс емес болса, біз құжатты қайтарамыз. Басты бетте біз жұмысқа қабылдау туралы өтініш қайтарылғанын көріп тұрмыз. Ендігі талдауда біз осы бөлімдер бойынша жүктелген құжаттардың пайызы, яғни әкімшілік шаруашылық бөлімінде, қаржы бөлім, кадр бөлімі, заңгерлік бөлім, басшылық бөлім, сату бөлімінде қанша құжаттар жүктелді, соның барлығы проценттік есепте көрсетілген. Яғни құжаттарды маршруттау саны автоматты бағытталған қанша бізде документ көрсетілген, яғни қолмен қанша құжат бізде бағытталды, сол көрсетілген. Ендігі бізде екі профиль дедік, яғни ол қарапайым қолданушы, яғни әкімші админ. Енді админ профиліне кіріп көрейік. Сайттан шығамыз. Админ. Бізде жаңа админ профилі бар дедік. Енді сер админге кіреміз. Бізде қолданушы атауы админ. Құпия сөз. Бізде әкімшілік админ, яғни профиліне кірдік. Бұл жерде әкімшілік бізде қосымша құқықтарға ие, яғни жүйені бақылай алады. Және де осы қолданушылардың құпия сөздерін өзгерте алады. Және модельді қайта оқыту, статистика көру сияқты қосымша құқықтарға ие. Мысалы, қолданушының паролін, email адресін, аты жөнін бізде қолдана аламыз, және де мына қолданушы қоса аламыз. Яғни қолданушы атауын, құпия сөз қандай болу керек, соны сақтап көрейік. Қолданушыны біз латиницаға жазамыз. Бізде құпия сөз 8 символдан тұру керек. Сақтау.
Енді қолданушыларға өтсек, бізде әділет қолданушыда қостық. Енді бұл қызметкер мәртебесіне енгізу үшін әділетті қайта басамыз. Жеке мағлұматтарын өзгерту керек болады. Енді бізде рұқсаттар белсенді деп тұр. Қолданушы белсенді болуын білдіреді. Қызметкер мәртебесі бар және әкімшілік мәртебесі бар. Біз әділетті қызметкер мәртебесіне енгіземіз. Яғни бұл әділет бізде қай топқа кіреді, соны да қарауға болады. Мысалы, бір топқа енгізсек болады, бірақ бізде топтар әлі ашылған жоқ. Тіркелген күні, соңғы кірген күні, яғни сақтау. Біз жаңадан жүктелген құжаттарды басты бетті қосымша функцияларын атқарады админ панелінде. Құпия сөзді өзгертеміз. Қолданушыны қостық. Бізде сонда қосымша қолданушы қосылған. Назарларыңызға рахмет.